Саламатсыздар ма? Бүгін біздің тақырыбымыз шалбарды ылғалды жылумен өңдеу. Шалбарды ылғалды жылумен өңдеу және де жұмысты аяқтап, түймеліктерді қадап, ілгектерді және де шалбарда қалып қойған артықшылықтардан арылу керек. Біздің мақсатымызда көрсетілгендей, бірінші біз шалбардың дұрыс адамның үстіне қонып тұру үшін арнайы жия үтіктеу және соза үтіктеу деген сияқты операцияларды орындай білу керекпіз. Суретте көріп отырғандарыңыздай, екі сызықты, яғни жай ғана қоныс ретінде өтетін сызықтар, бұлар бізде жия үтіктеу. Яғни шалбарда берілген формалар көріп отырғаныңыздай отыратын бөліктерде біз жия үтіктеу керек екенбіз. Ал шалбардың тізе бөлігінде сызып тұратын шығыңқы нүктелеріне керісінше соза үтіктеу керек екенбіз. Сонда біз өзімізге керекті қонымды киімнің формасын аламыз. Мынау алып отырған схемада біз қай бөліктерде, мысалы шалбардың алдыңғы бөлігінде тізеден төменгі екі жағын, яғни мынау бізде стрелка болатын болса, соның екі шетінде соза үтіктеу керекпіз, және ортаңғы нүктесінде ортаңғы сызығы дөңгелек шар тәрізді форма келтіру үшін жия үтіктеу керекпіз. Сонымен қатар алдыңғы бөліктің, яғни жан сызығымыз осы бөлікте бізде жия үтіктелуі керек. Бұл жерде де дөңгелек форма келтіру керекпіз. Және де белеріміздің астыңғы бөлігі, бөксе тұсындағы ол жерде соза үтіктеу керек, және отыратын сызықтарды жия үтіктеу керекпіз. Және артқы бөлікте көріп отырғаныңыздай алдыңғы бөлікке қарағанда кішкене өзгешелік бар. Себебі артқы бөлікте тізеден астыңғы сызықтарда екі жеті, алдыңғы бөлікте соза үтіктесек, бұл жерде жия үтіктелген. Сол сияқты схема бойынша үтіктеуді үйде үтіктеп көресіздер. Сонымен қатар тігістердің жан сызықтары жүргізіліп болғаннан кейін, міндетті түрде операциядан кейін біз оны айыра үтіктеу керек екенбіз. Және де бүкіл ылғалды жылумен жылу өңделіп болғаннан кейін шалбар, әйел шалбарлары дейік, стрелкасы алдыңда ортаңғы сызығы бар сызықтарда сызығы бар болса, онда дәл осындай операциялар қайталау керек. Егер де орта сызығы, яғни стрелка деп айтамыз, ол болмаған жағдайда да осы операциялар міндетті түрде қайтарылуы керек. Ол не үшін? Себебі киген шалбар аяқтың формасына қонымды тұру керек. Егер де ол болмаса, жай ғана киілген қағаз киім сияқты форманы алады. Не болса, шалбар дұрыс қонбайды. Мына біздің шалбарымыз алдыңғы бөлігі үтіктеліп болғаннан кейін, және де дәл осы операциялар жүргізілгеннен кейін шалбар осылай қонымды болып тұруы қажет. Сонымен қатар ылғалды жылумен өңдеудің бүкілін жүргізіп болғаннан кейін киімді теріс жағына қаратып бүкіл артық жіптерді қиып тастаймыз. Бекітпе орнатылған жерлерде, егер бекітпе орнатылмаған болса, міндетті түрде бекітпе орнатуымыз қажет. Одан кейінгі операция бізде әлбетте ілмектерді тепшу және түйме қадау болып табылады. Ол міндетті түрде клиентті үстіне киім кигізіп, яғни шалбарды кигізіп тұрып, түйменің орнын анық біліп аламыз. Содан кейін бормен сызып алу арқылы ілмекті тепшіп, сосын түйменің орнына түймені қадап тігеміз. Сіздерге тапсырма бүгінгі сабаққа конспектті жазу керексіздер. Ол нұсқаулық картада көрсетілген. Сонымен қатар берілген тақырып бойынша 3 сұрақтан тұратын тест тапсырмасын құрастырасыздар. Ол да текстке сәйкес келуі керек. Үй жағдайында, қазір біз қашықтықтан білім беру жүйесінде, үй жағдайында бар шалбарды аласыздар. Видеокамераны қосу арқылы және де шалбардың үстіне дымқыл үтік төсемесін төсеу арқылы жия үтіктеу және соза үтіктеу операцияларын орындап, маған түсіріп жібересіздер. Видео сіздерде 1 минуттан кем болмауы қажет. Анық, сапалы түрде түсірулеріңізді өтінемін.